Сәлем достар, сіздермен бірге кезекті сұрақ жауап айтары және оның жүргізушісімен Дина Төлеубекова. Олай болса, біз бастаймыз. Бірінші Төренұр Абдуғани есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. 2014 жылы теріс уәждермен қызметтен шықтым. Шенім сержант. 32 жасқа дейін қызметке қайта орналасуға мүмкіндік бар ма деп сұрапты. Қайырлы күн, әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңның 38 бабына сәйкес кіші сержанттық құрамның әскери атақтары барлар 33 жасқа дейін, ал аға сержант құрамның әскери атақтары барлар 37 жасқа дейін қайта жұмысқа орналаса алады. Алайда мемлекеттік немесе әскери қызметтен құқық қорғау және әділет органдарынан теріс уәждер бойынша шығарылғандар өкінішке орай келісімшарт бойынша әскери қызметке орналаса алмайды. Келесі Жұмагүл Жанабергеновна есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Сәлеметсіз бе? Батыс өңірлік қолбасшылығында фельдшер болып қызмет атқарамын. Ақтөбе қаласына ауысуға болады ма деп сұрапты. Құрметті Жұмагүл Жанабергеновна, сұрағыңыз үшін рахмет. Егер сіз қорғаныс министрлігінің басқа әскери бөліміне ауысқыңыз келсе, онда өзіңіз қалаған қаладағы әскери бөлімнен қатынас қағазын тауып, кейін белгіленген тәртіппен баянат жазуыңыз керек. Келесі Маржан Елжасов есімді аккаунт қолданушысынан келген сауал. Сәлеметсіз бе? Жұбайым отставкадағы подполковник. Ол қызметкер ретінде жұмысқа орналаса алады ма деп сұрапты. Қайырлы күн, егер жұбайыңыз жоғары кәсіптік даярлығы атқаратын лауазымда жұмыс тәжірибесі бар маман болған жағдайда, баянат бойынша уәкілетті мемлекеттік органның бірінші басшысы онымен келісімшарт жасауға құқығы бар. Құрметті достар, бүгінге осы қызықтырған сауалдарыңызды қорғаныс министрлігінің әлеуметтік желілеріне жолдасаңыздар болады. Сұрақ сізден, жауап бізден.